Адамның күні адаммен. Азаттың аурухананың есігінен кіргені сол еді. Алдынан жүгіріп шыққан Медбике қыз. Сізді асыға тосып отырмыз. Түнгі жол апатынан бір жас жігіт алып келді. Ес-түссіз жатыр. Неғыс адам миына зақым келген-ау, деп нейрохирург жігіт ақ халатын кигенше тоқтамай сөйледі. Қазір, деп үстел үстіндегі құралдарын жедел алған Азат жан сақтау бөлмесіне асықты. Барса сол жерге екі әріптесі де шұғыл жетіпті. Бір талай жасқа келген тәжірибелі бөлімше бастығы Сағат жол апатына түскен жігіттің басын ілінген суреттерін қарап тұр екен. Оның жүзіндегі абыржуды көріп, есін жинай алмай жатқан жігіттің халі мәз емес екенін түсінген Азат. Қалай деді. Жақсы емес. Өзіңіз көрші, миына жақын жерге ісік пайда болған, оның үстіне бір талай жіңішке қан тамырлары зақымдалған секілді. Қан ұйып қалғанын өз алдына, деп Сағат жігіт қолынан суреттерді ұстата салды. Енді не істейміз? Деді Азат зақымдаған бастың суретін мұқият қарап. Білмеймін, операция жасау керек. Алайда жанын алып қала аламыз ба? Жоқ па? Бұл үлкен сұрақ, деп екінші әріптесі Ермек өзінің күмәнін жасырмай. Алдын ала операцияның тәжірибесі болатын біліп тұрып, осындай қауіпке басымызды тиеміз бе? Өкінішті, өмірдей, өрімдей жас жігіт екен. Туысқандарына шындықты айту керек, деді Сағат шаршаған үнмен. Маған бір ой келіп тұр. Өзіңіз айтып тұрсыз, жас жігіт деп, жүрегі шыдайды. Не қылса да туысқандары келісімін берсе, операция жасау керек. Қалай қарайсыз? Деді Азат, аз кем ойланып. Сен бұл қауіпті операцияны мойнына алып жасай аласың ба? Біз әзірге миына жақын орналасқан ісікті қалай алу керек екенін және қанша жіңішке қан тамырларын толық зақымдалғанын білмейміз ғой. Мен операцияға қатыспаймын. Егер бұл жігіт олай-бұлай болып кетсе, басымыз пәлеге қалады, деп бөлімше басшысы өз шешімін кесіп айтты. Мен де білмей тұрмын, деді әріптесі Ермек те екі ойлы болып. Азат, сен шетелде осындай қиын операцияларға қатысып көріп пе едің? Иә, мұндай жағдайлар болған. Өте қиын операцияларға қатыстым. Бірақ онда жаңа технологиялар мен тәжірибелі нейрохирургтар болды, деді Азат күмілжіп. Мен өз ойымды айттым. Ары өздерін шешіңдер. Уақыттарын өте тығыз. Кез келген уақытта тағы да бірер қан тамырлары жарылып, миына қан кетіп қалса, бұл жігітті құтқара алмайсыңдар, деп Сағат жан сақтау бөлмесінен шығып жүре берді. Есік көзінде тұрған жігіттің туыстары дереу нейрохирургті көріп қоршап алды. Дәрігер, айтыңызшы, жігіттің жағдайы қалай? Ота жасайсыздар ма? Деген сұрақтарға Сағат қысқаша жауап берді. Жігіттің жағдайы өте ауыр, миына жақын жерге қан ұйыған және ісік бар. Тағы да ары қарай қандай зақымдаулар бар екенін біле алмай тұрмыз. Тіпті операция жасағанын өзінде нәтижелі болады деп айта алмаймын. Менің пікірім осындай, деді. Дәрігер, енді не істейміз? Әлде Алматы немесе Астанаға алып кетеміз бе? Деген абыржыған дауыстарға. Жігіттің өмірі қыл үстінде жатыр. Ешбір қозғалысты көтере алмаймын. Енді не істедік? Көмектесіңіз. Жалынамын, көмектесіңіз, деп бір әйел жылап Сағаттың ақ халатына жармасты. Мен сіздерге ақиқатты айтып тұрмын. Ал осындай шетелден білім алып, тәжірибе жинақтап келген Азат деген нейрохирург бар. Егер де ол ота жасауға келсе, мүмкін көмектесе алады. Мен ешкімге бұйрық бере алмаймын. Өз еркін білсін, деп өзінің соңғы сөзін айтуға тура келді. Ол қайдан табамыз, деп абыржыған еңгезердей жігіт ағасы кетуге асыққан Сағаттың соңынан ілесті. Ол қазір жансақтау бөлімінде балаңыздың миын түсірген суреттерін көріп ойланып тұр, деп бөлімше бастығы тез кетуге тырысты. Енді жылаған, күйзелген жұрттың назары жансақтау бөлмесі жаққа ауды.
Осы кезде күтіп тұрғандай іштен талдырмаш денелі, ақ халат киген қараторы жас жігітпен бірге егделеу дәрігер жігіт ағасы ілесе шықты. Азат деген сенбісің? Жігіттің жағдайы қандай? Операция жасауға келе ме? Жанын қалай сақтап қаламыз? Қарағым, бар үмітіміз сенде, көмек бере көр деген дауыстар жан жақтан естіле бастады. Егделеу дәрігер тоқтап, тынышталыңдар, жылағанмен ешбір көмек жоқ, біз не істегенімізді талқылап жатырмыз. Жігіттің халы мүшкіл екенін жасыра алмаймыз. Өмір уақыт сағат емес, минуттарды санап жатар. Егер мына жаратылыс берген дарыны бар Азат Рахымұлы операция жасауға келсе жақсы болар еді деп жанындағы жас нейрохирургтың жүзіне сұраулы пішінмен қарады. Бауырым, отбасындағы жалғыз ұлым еді, жанын алып қал, не сұрасам беремін деп екі көзі қызарған жігіттің әкесі солқылдап жылап берді. Азат оны бірден шырамытты. Сол кісі әлі күнге шейін басына түскен сол бір қиын жағдайды ұмыта қойған жоқ. Азаттың көңілі алабұртып кетті. Дәл қазір ақ телпек, ақ халат киіп тұрған талдырмаш жас жігітті олар тіпті таныған жоқ. Бірақ осы да дұрыс шығар. Онсыз да өлі мен тірінің арасында жатқан жас жігіттің өмірі қыл үстінде жатқанда өткен күндердің келеңсіз оқиғасын қазбалап қайтеді. Әрі Гиппократқа берген анты бар, іштегі толғанысын білдірген Азат көпке көңіл аудармай. Мен қолымнан келгенін бәрін жасаймын. Операцияға рұқсат қол хаттарыңызды жазып беріңіздер деп мына жылап сықтаған топ маңнан тезірек кетуге тырысты. Әрине, қолхат жазып береміз, бірақ ұлымның жанын алып қаламын деп кепілдік бересің бе? Деді жігіттің әкесі көңіліндегі күдігін жасырмай соңынан ілесті. Мен сізге айтып тұрмын ғой, қолымнан келген көмегімді аямаймын. Ал кепілдік бере алмаймын деп Азат операцияға дайындалу үшін аяғын тез басып кетіп қалды. Ауыр халде жатқан жігіттің туған туыстары біраз естерін жинағандай болды. Ота жасайтын бөлменің маңында барлық туған туысқандар кейіндегі кен жарық дәлізге шығарылды. Манадан бері жан күйзелісіне ұшыраған жігіттің анасы көзінен ыстық жас сорғалап жылауын тоқтатпады. Соған қарамастан сөмкесіндегі қайта шырылдаған ұялы байланыс телефонын алып, әлдекімдермен болған мән-жайды айтып тоқтаусыз сөйлеп жатты. Әкесі де қарап тұрмай, таныстарының қоңырауына жауап бере бастады. Сәке, білмеймін, жол апатына түскен ұлымның жағдайы өте қиын. Таңға жуық көзі ілініп кетті ме, келе жатқан көлігі жардан ұшып кетіп, 3 рет аударылыпты. Қалай тірі қалғаны белгісіз, оған ота жасап жатыр. Кім жасап жатыр дейсіз бе? Бір Азат деген жас жігіт екен. Өзі шетелде оқып білім алған дей ме? Білмеймін. Сағат деген бөлімше бастығы ота жасаудан бас тартты. Сол кісі осы нейрохирургты айтты деп болған мән-жайды айта бастады. Білемін, Азат Рахымұлы өте білімді нейрохирург. Біраз жылдар бойы шетелде, Ресейде қызмет атқарған. Ол өткен жылы анасы қайтыс болған соң елге қайтып оралды. Марқұм анасының бетін тұрғызып, асын берген соң қайтадан шетелге жұмысқа кетеді деген әңгіме бар. Жоғарғы маманды Германия мен Ұлыбританияға сияқты елдерден госпитальдарды қызметке шақыртып жатқан көрінеді. Не қылса да ол ұлынды құтқаруға бар күш жігерін салады. Қолы алтын дарынды жігіт деп ар жақтағы адам жігіт ағасының көңілін аулады. Не дейді? Деді жылап отырған әйелі күйеуінің жүзіне сұраулы пішінмен қарап. Бәрі дұрыс болады деді деп жігіт ағасы әйелін тыныштандыру мақсатымен. Осы кезде жылағаннан екі көзі ісіп кеткен қызы Майя ата-анасының жанына жақындады. Папа, сіз ана хирург жігітті таныған жоқсыз ба? Жоқ, деді әкесі қызына таңдана қарап. Қалайша танымадыңыз?
Бұған 3-4 жыл бұрын біздің 250 мың доллар тұратын джип көлігімізді соғып шығын келтірген осы жігіт емес пе? Мен бір көргеннен таныдым. Не? Әкесі үстінен біреу суық құйып жібергендей селк ете қалды. Ойбай, қызым, оны неге ертерек айтпадың? Ол мені ұлымды өлтіріп енді кек алады ғой, деп анасы баж ете қалды. Мүмкін емес, ұқсас біреу шығар, деп әңгіме төркінін жаңа ұққан әкесі басын ұстап дірілдеп орындыққа отыра кетті. Білгенде не істейтін едіңдер? Басқа амалдарым бар ма? Бұл аурухананың бірде-бір нейрохирургы келіспеген операцияны жасауға. Ол жігіттің жүрегі даулады ғой. Кірлеген саналарындағы бақсытты шығармай, енді тыныш отырыңдар, деп жігіттің ақ сақалды атасы ашуланып кетті. Әй балам, ай, дүниенің дөңгелек екенін қалайша білмедің? Қазақ адамның күні адаммен деуші ме еді? Ата, сол кезде ұлыңыз осы жігітке көрсетпеген қоқан-лоққысы жоқ. Ақша әкесінің өлтіргендей 100 мың доллар қаржыны желкесіне сығып жүріп алды ғой, деп мән-жайды жақсы білетін келіні жылап қоя берді. Мүмкін емес, осындай сәйкестік бола ма, деп өмірі қыл үстінде жатқан жігіттің әкесі әлі сенбей іштей күбірлей берді. Болады, сол кездегі жасаған қиянатын енді ұлының алдынан шықты, деп ыза болып жаны қысылған әйелі одан әрмен жылап қоя берді. Папа, сол қымбат көлігін соғып кеткен кезде жігітке қол да көтердіңіз. Мен ішінде болдым ғой. Бұл жігіт сізге басымнан ұрмаңыз, қолымды сындырмаңыз, мен хирургпын деп жалынып еді ғой. Есіңізде ме? Деп қызының даусы да дірілдеп шықты. Жапшы аузыңды, мен қатты ұрған жоқпын ғой, деп енді әкесі ақтала бастады. Ұрған жоқсың. Әуелі 3 күннің ішінде 100 мың доллар қолымнан санап әкеліп бермесен өлтіремін дегенсің, деп күйінген әйелі де жүзі көгеріп, орнынан тұрып күйеуіне тап берді. Қоясыңдар ма түге? Ұлдарын хал үстінде жатқанда жанжал шығарғандары не, деп атасы ашуланып, бар даусымен ақырып жіберді. Барлығы жым болды. Әлі есінде ол жігіт 3 күннің ішінде джип көлігін жөндету үшін қомақты қаржыны қолына санап әкеліп берген. Оның есебі, егер де қылмыстық іс қозғалса, ол шетелдегі қызметінен қайта алмай қалады екен. Осы сәтті тиімді пайдаланғанына өзінің қатты масаттанған әлі есінде. Шетелден келген жас жігіттің аңқаулығын арқасында 100 мың доллар нәпақа таптым, деп жолдас жораларына әбден мақтанған. Қазір сол оқиға есіне түсіп, қатты күйзеліп кетті. Енді не болады? Мүмкін хирург жігіт өзінің танымаған шығар. Әй, қайдам, ол оқиға есінде қалмады ма дегенге кім сенеді? Әрине, таныды, сыр білдірген жоқ. Операциядан бас тартуына болатын еді, бірақ олай жасамады. Неге? Санасын қаумалаған сансыз сұрақтардан жігіт ағасы бір орында пайыз тауып отыра алмай, жүрегі қысыла бастады. Дәлізде арлы-бері жүгіріп жүрген медбике қызға жағдайын айтып еді, ол дереу бір бөлмеге ертіп барды. Қан қысымын өлшеп, дәрігердің нұсқауымен ине шаншып берді. Содан кейін, уайымдамаңыз, Азат Рахымұлы, қолы алтын хирург, ол кісінің операция жасауға келіскенін өзі үлкен жетістік, деп жігіт ағасының көңілін аулады. Ол қайта дәлізге шықса, ештеңе өзгере қоймапты. Операция басталғанына 4 сағаттай уақыт өтті. Жиналғандардың барлығы қаз-қатар тізіліп, үнсіз күтіп отыр. Мына беймәлім тыныштық адамдардың жүйкесін жұқартып бара жатқанға ұқсайды. Жігіт ағасы қарап отырмай, сол жылдары жасаған үлкен қиянатын есіне алып, іштей қайта өкіне бастады. Бұлай боларын кім біліпті? Барлық есіл-дерті оңай олжа, мал табуға ауып кеткен. Байлық пен барлық қандай жолмен келетін тіпті таңдап көрмепті.
Берсе қолынан, бермесе жолынан талай адамдардың нәпақасын тартып алған күндері де болды. Әйел айтса да бір нәрсені біліп айтады. Мына хирург жігітке де қып-қызыл қиянат жасаған. Соттатпақшы да, өлтірмекші де болды. Ауру анасын алып кетуге асыққан жігіт түнде келе жатып, жол жиегінде қойып кеткен қымбат көлікті абайсызда соққан еді. Шын мәнінде 15-20 мың доллардың үстінде жөнделетін көлікке қыруар қаржы талап еткен болатын. Енді сол иттігіне іште қатты өкініп тұр. Өткен күнгі қиянаты жанын құрттай жегедей жеп барады. 6 сағат өткенде барып туған туыстары алыстан телміріп қарап тұрған операция жасалып жатқан бөлменің есігі сарт етіп ашылды. Барлығы ішке ұмтылды. Олардың жолын медбике қыз бөгеп жібермеді. Операция сәтті өтті. Азат Рақымұлы қызметтік бөлмесіне кетті. Ол кісі қатты шаршаған екен. Біраз демалған соң сөйлесесіздер деп ешкімді маңына жуытпады. Осы сөздің өзі жиналғандар үшін үлкен қуаныш болды. Барлығы бір-бірін құшақтап, көздеріне жас алды. «Папа, сіз Азаттан кешірім сұрамайсыз ба?» деген қыздың сұрағын естіп, жігіт ағасы не айтарын білмей тосылып қалды. «Ол мені танып қоя ма деп қорқып тұрмын, қызым. Желкесі күжірейген қылмыскерден сескенбеуші едім. Ал мына нейрохирургтан қорқып тұрмын. Батылым барар емес» деп шынын айтты. «Жаным тірі болса, әлгі алған ақшаны қайтарып берсең» деп әйелі де сілкініп шыға келді. «Әрине қайтарамын, артығымен қайтарамын» деп кінәлі күйеуі қалбалақтап қалды. «Ол жігіт ақшаларыңызды алмайды, мен бәрін білемін» деп жандарына келген екінші нейрохирург ермек қатқыл дауыспен: «Ақиқатын айтсам, егер Азат болмаса, ұлыңыздан бүгін-ақ айырылып қалар едіңіз. Бұл манда ешкім қолынан келмейтін, өте қиын, күрделі, зергерлік операцияны ешбір қателік жібермей шеберлікпен жасап шықты. Өзім жанында көмектесіп тұрып, таң қалдым. Қазір ұлыңыз жансақтау бөлмесінде ұйықтап жатыр. 5-6 сағаттан соң есін жиып қалар. Бұйырса бір айдың ішінде құлан таза айығып кетеді». «Айтқаныңыз келсін» деген дауыстар жан-жақтан естілді. «Енді не істеймін? Қалай рахмет айтамын?» деп жігіт ағасы сасып салбырап абыржып қалды. Бәрін ақшамен сатып алуға болмайтын ұқсаныс болды. «Бұл сізге өмірлік сабақ болсын. Азат сияқты қолы алтын жігіт әлі талай адамдарға өмір сыйлайды. Тура келген ажалдан алып қалады. Халыққа керек маман» деп ермек бұрылып кетіп қалды. «Сонда да біз кіріп шығайық, алғыс айтайық» дегендерге медбике қыз: «Ол кісі жоқ. Өте ауыр операциядан кейін қатты шаршап үйіне қайтып кетті» деді. Ал шын мәнісінде Азат дәлізде тұрған жігіттің әкесінің бет-жүзін көргісі келмеді. Азды көпті жинаған қаржысын соңғы теңгесіне шейін санап бергендіктен ауырған анасын шетелге апарып емдете алмағанын айтқысы келген жоқ. Қатты қиянат көрген жаман адамды қайта көру жан дүниесін жаралайтынын бір өзі ғана сезді. Барлық қиянатшыл пенделерді осындай тәсілмен тәрбиелеу мүмкін емес-ау дегенге өкінішті ой санасына келді.